Құрметті кітапсүйер қауым, адам жанның тазалығын, ізгілік нұрын әспеттеген, әйгілі сөз шеберінің арман аңсарынан туған туындының қай-қайсысын оқысақ та оқырманның жүрегінен орын алары сөзсіз. Қазіргі қазақ әдебиетінің көрнекті жазушыларының бірі, туған әдебиетіміздің тіл арнасымен дамып, өсіп, өркендеп, қанат жайып, сүбелі үлес қосып келе жатырған майталман жазушылардың бірі Қабдеш Жұмаділов. Қабдеш Жұмаділов роман жазсын, әңгіме, повесть немесе мақала жазсын, соның бәрінде де елім, жерім, қазағым, қазақстаным деп көңілге күймен жымия жүрсіне талмаған тағдыр сыйлаған. Соның ішіндегі шығармалардың бірі ажалдан қашқан періште әңгімесі. Шығарманың негізгі өзегі тағдыры тауқыметімен туған жерден жырақта жүрген қандастарымыздың қасиетті атамекеніне оралуы, аңсап күткені, сағынышы, арман мүддесі, үміт сенімі баяндалады. Оспановтардың отбасына бір үлкен уайымның іліккеніне де бірнеше айдың жүзі болды. Жай уайым емес, бас қатырар, үлкен қабырға қайыстырар ауыр қайғы. Осидің келіні Балқадишаның бойына үшінші перзент қалай бітті, солай бұлардың бастарына қара бұлт үйірілді. Қалыпты жағдай болса, бір сәрі бұл қарын той жасап та жіберуге болар еді. Бірақ та бұл қуанышты жағдай қайғыға айналып отыр. Неге олай дерің бар ма? Астамшыл бұл ел соншалықты адам санын көбейтіп жіберген. Яғни, бұны енді шектеу керек. Оның санын енді туатын баладан шектемесе болмайды. Немесе аяғы ауыр әйел адамның ішін жарып алады, немесе баланы қалай да алдыртады. Ал бұны жасамасаң, адамдардың қызметіне қуыласың, немесе қомақты айып төлейсің. Бұның бәрі ауыр қайғыға айналып отыр. Бір Қытай отбасына бір баладан, ал аз ұлтты қазақтарға 2 баладан келіп отыр. Әрине, ұрпақ қамы үшін бұл отбасы бұған да көнуге бар еді. Бірақ бұлардың соған қолы жетпей отыр. Бұларды одан да ауыр күні күтіп тұр. Яғни, 3-ші перзентті дүниеге әкелмеу керек. Қалай да әкелмеуін бұлар көздеп қадағалап отырады. Бұл Қабдырахым ұлы мен Балқадиша келіннің Оралбай ақсақал қаладан ауылға көшіріп алды. Ауылы Шыңжаңнан 10 шақырым жердегі жалғыз ағашта болады. Неге дерің бар ма? Бұны ауыр аяқты әйелдер болғаннан бастап акушерлер мен полицейлерде тыным жоқ. Түсік тастатады және насының ішінен жарып алған, зорлап босандырған сәбилер іштен шырқырап туылып түседі дейді. Бұл не деген масқара? Бұл соншалықты жазғырса, өзінің қытайларын жазғырсын. Біздің қазағымызда не қалыпты? Керісінше, осы Қытайды асырап отырған қазақ етімен, сүтімен, нанымен асырап отырған қазақ емес пе еді деп күңкілдеген Оралбай ақсақал Қабдырахымға баласына уайымын айтты. Ей көке, бұл елдің заңы білмейтін бе едіңіз? Артық ауызды дүниеге әкелгісі келмейді ғой. Бұл осы мемлекеттің адамының көптігі сондай, ендігі жерде адам санын шектеу керек болып отыр, деп қысқаша жауап қайырды. Ендігі үміті, Орекеңнің ендігі үміті, бұл баланы қалайда босандырып алу керек. Дүниеге әкелуді көздеді. Енді біле қалған жағдайда өзінің бәйбішесі Құдай жарылқап, бәйбішем туып алды деп те айта салмақ. Оралбай ақсақалда тұрмысы жаман тұрмайды, әрине, дұшпандары да жоқ емес. Бір күні үйге 2 Қытай, 1 қазақ азаматы келе қалды.
Ай күні жетіп отырған Балқадиша келінін тексеріп, келіннің 7 айлық екенін айтып, ауруханаға әкетеміз, іштегі баланы қалайда алдыру керек деп ескертті. Бірақ та оған бола қоятын Оралбай жоқ. Неге менің немеремде не шаруаларың бар? Ендеше келісейік, келісімге келейік. Бір баланың құны мен сіздерден сатып алайын. Құндарыңды, бағаларыңды айтыңдар деп саудаласа бастады. Бірақ оған көнер Қытай азаматы, бізде ондай заң жоқ, басымызбен кететін жайымыз жоқ деп көнбеді. Ақырында Қабдрахым ұлына бұларға қалайда айт, келініміз босанғанша үйде бола тұрсын. Босанарға жақындағанда өзіміз апарып саламыз деп келісіп, Балқадиша келінін үйіне алып қалды. Әрі қарай уайымы күшейе түскен Оралбай ақсақал ендігі жерде келіні мен баласын Қазақстанға, атажұртқа асырып жіберуді көздеді. Осы мақсатта баласы мен келінін жолға жинап, аттандырып, қазақ еліне аттандырып жіберді. Не болса да шекараға жетіп жығылмаса болмайды. Сол оймен келіншегін арқалап алды да өрге қарай тырмыса жөнелді. Бір кезде алдынан тоқта, кімсің деген әмірлі дауыс естілді. Қараса, автомат асынған 2 солдат тұр алдарында. Жігіттер, біз қазақ жеріне өттік пе деген келіншегінің ар жағынан дауыс естілді. Сол мезгілде көзінен жас аққан Қабдрахым көзінен жас парлап қоя берді. Мына жеңгелеріңізді алыңыздаршы, бұл толғағы қысып келе жатыр деп келіншегін қолындағы 2 солдатқа ұсына салды. Ар жағынан аурухананың ақ халатты абзал жандары да көмекке келіп, бір мезгілде көп ұзамай-ақ шырылдаған баланың дауысы естілді. Сол мезетте Қабдрахым қуанышына қойнына сыймаған күйі лейтенантқа келіп, маған рацияны бере тұрасыз ба? Көкеме хабарласайын деп едім деп. Әкесіне хабарласып, әке біз елге, атажұртқа аман есен жеттік. Келініңіз ұл тапты деп қуанышын жасыра алмады.